ерекше десерт эклерді дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға су құйып, газға қойып жылытып аламыз. Және де бөлме температурасында сары майымызды салып, екеуін араластырамыз. Міне сары майымыз осылай толыққанды ерігеннен кейін ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып салып отырамыз. Әр салған кезде осылай жақсылап араластырып отырамыз, арасында комок болып қалмауы керек. Осындай қою масса болуы керек. Астын күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Оттан алып суытып қоямыз. Осылай екінші бір ыдысымызға тестамызды салып аламыз. Қамырымыз суығанға дейін біз 3 жұмыртқаны бөлек ыдысқа жарып дайындап қоямыз. Суыған қамырымызды миксермен араластырып отырып, жұмыртқамызды бөліп құйып миксерлейміз. Міне осымен қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды алып кондитер мешогына саламыз да, оны табаға өзіміз қалаған формада салып шығамыз. Мен осындай формада салдым, және де 180 градусқа 20-30 минутқа пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі сливки, творожный сыр және де қант ұнтағы. Осы үшеуін жақсылап араластырып, біркелкі қалыпқа келгенше миксерлейміз. Осындай крем шықты. Енді бұны кондитер мешогына салып шығамыз. Міне осы аралықта біздің эклерлеріміз дайын болды. Эклерімізді суытып аламыз да, ортасын осылайынан кесіп, кремімізді ортасына жағып шығамыз. Міне осымен біздің дәмі тіл үйірер ерекше эклерлеріміз дайын болды. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Ас үй ханшайымы болып, отбасыңыз мүшелеріңізді қуантып жүре беріңіздер. Осы дастарханға ұсынар алдында бетіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз.